Балаға тәрбие беру бөлінетін тал бесіктен басталады. Мектепке дейінгі ұйымдар арасында ерекше дамуды қажет ететін балаларға берілетін тәрбие білім беру саласында айрықша дамыған. Астана қаласы әкімдігінің нөмірі 70-ші аяулым балабақшасында инклюзивті білім беруді дамыту тақырыбында семинар болып өтті. Семинарға нөмірі 70-ші аяулым балабақшасы мен серіктес мекемелердің басшылары Астана қаласы әкімдігіне қарасты балабақшалардың логопед, дефектолог, психолог саласының мамандары қатысып, өзара тәжірибе алмасты. Мектепке дейінгі ұйымдарда ерекше білімді қажет ететін балаларға оқыту, тәрбиелеу қазіргі таңдағы көкейтесті мәселелердің бірі. Бүгін нөмірі 73-ші аяулым балабақшасында Алматы ауданындағы логопед, дефектолог, психолог мамандарына семинар өткізді. Біздің тақырыбымыз мектепке дейінгі ұйымдарда ұлттық құндылықтар арқылы инклюзивті білім беруді дамыту. Астана қаласы әкімдігінің нөмірі 70-ші аяулым балабақшасында инклюзивті білім беруді дамыту тақырыбындағы семинар барысында логопед, дефектолог, психолог саласының мамандары ашық сабақтар өткізді. Ашық сабақ ұлттық құндылықтармен байланыстырылып өтілді. Балаға берілетін білімнің сапасына мән беріліп, тәрбиеленуші балалардың жеңіл қабылдауы, керек байланыс жасау, тілге жатық, құлаққа жағымды, көңілге жұмсақ қабылдауда түрлі әдіс тәсілдерді қолданған тәрбиелі ашық сабақтар өте әсерлі болды. Осы семинардағы біздің алға қойған мақсатымыз балабақшада ерекше білім беруді қажет ететін балаларды құндылықтар негізінде тәрбиелеу және инклюзивті білім беру және тәрбиелеу жұмыстарының әдіс тәсілдерімен. Мұнда келген әріптестерімізбен осы семинарда тәжірибе алмастық. Астана қаласы әкімдігінің нөмірі 70-ші аяулым балабақшасы мен Астана қаласындағы менеджмент, бизнес және білім колледжінің ұжымы бір-бірімен серіктес екен. Аталмыш колледждің басшылығы серіктес балабақшаларға тәрбиеші мамандарды даярлап берумен айналысады, дейді бізбен тілдескен маман. Қазіргі таңда бәріміз білетіндей инклюзивті білім беру өте қоғамдағы өзекті мәселе болып табылады. Себебі қазіргі таңда мемлекет тарапынан ерекше балаларды қоғамға әлеуметтендіру мақсатында көптеген іс-шаралар жасалынып жатыр. Біздің колледж соның ішінде мектепке дейінгі және тәрбие ұйымдарына болашақ мамандарды даярлаймыз. Яғни біз балабақшамен бірлесе отырып болашақ мамандарды осындай ерекше қажеттілікті қажет ететін балалармен жұмыс жасаудың негізін бірлесе үйретудеміз. Бұл балабақшамен біз бірнеше жыл бойы жұмыс жасаймыз. Әлемдік WorldSkills чемпионаты бойынша аумақтық чемпионаты осы балабақшада мамыр айының 26-27 күндері өтетін болады. Бұл сайыста, яғни болашақ мектепке дейінгі ұйымдардағы тәрбиеші мамандықтарының студенттері өздерінің бақтарын сынап көретін болады. Және де кейін оларды, егер де өздерін жақсы біліктілі маман ретінде көрсете алатын болса, ертең осындай балабақшалар өздеріне жұмысқа шақырады. Бұл оларға деген үлкен мүмкіндік. WorldSkills Астана 2025 жалпы осы аймақтық байқаудың жеңімпаздары бағалау барысында, яғни сайысты жалпы бағалау барысында қаланың барлық көптеген балабақшаларынан әлеуметтік серіктестер келіп, яғни бұл сайыстың әділ өтетінін бағалайтын болады. Және де тек қана бағалап қана қоймайды, сонымен қатар олар өздеріне деген болашақ, яғни мамандарды қарастыра алады. Яғни осы республикалық қалалық чемпионаттың жеңімпаздарын біздің тәжірибемізде бар бірнеше балабақшалар өздеріне болашақ маман ретінде шақыра алады. Бұл бір біздің әлеуметтік серіктесіміздің жұмысымыздың жемісі деп айтуға болады. Қазіргі таңда мысалы біздің бірнеше студенттер осы аяулым балабақшасының өзінде де жұмыс атқарып жатыр. Яғни бұл үлкен жетістік деп ойлаймын. Семинар барысында білікті мамандардың бағысын алып, білім беру үрдісін жалғастырады. Осы серіктестіктің арқасында білім беру саласындағы кадр тапшылығы білінбейді, дейді маман. Дәл осындай үрдіс Астана қаласындағы Асыл мирас орталығында да жалғасын тапқан сыңайлы. Осы балабақшаға өзіміздің жұмысымыздың қалай жүретіндігін түсіндіру және өзіміздің тәжірибемізбен бөлісу үшін келдік. Яғни бұл жерде топтық форматта жүрсе, бізде кішігірім топ 3 бала, 3 ата-анадан тұрады.
Бұл жерде топ одан үлкен саны. Бізде сабақ 50 минут өтеді. Балабақшада мысалы күні бойына болса, бала бізде тек қана 50 минутқа аптасына 3 рет келеді сабаққа. Ерте қолдау бағдарламасында 1 жастан 3 жасқа дейінгі балалар келеді. Астана қаласындағы Асыл мирас орталығына 1 жастан 3 жасқа дейін аралығындағы ерекше дамуды қажет ететін балалар келеді дейді мамандар. Арнайы бағдарлама бойынша 3,5 ай оқытылып, тәрбиеленіп, одан кейін білім алу үшін балабақшаларға жіберіледі екен. Балаға толық диагноз 4 жастан кейін қойылады. Балалар оған дейін логопед, дефектолог, психолог саласының мамандарының күнделікті қарауында болатын көрінеді. Бүгінгі семинарда инклюзивті білім беруді дамыту тақырыбында деп аталуының маңыздылығы да осында дейді балабақша меңгерушісі. Семинар қызықты, тартымды, ерекшелігі мол, тәжірибелі семинар болды.